Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен WordWall платформасында жұмыс істеуді үйренетін боламыз. Ол үшін интернетке кіріп WordWall деп жазамыз, іздеу. Ең бірінші шыққан wordwall.net сайтына өтеміз. Әрі қарай бұл парақша бізде ағылшын тілінде беріледі, оны орысшаға аударып аламыз. Одан кейін тіркелеміз. Тіркелуді басамыз. Ары қарай өзіміздің аккаунтымызды жазамыз және де пароль жазамыз. Пароль 12 саннан кем болмау керек. Міндетті түрде сандар болу керек. Одан кейін я принимаю условия басамыз. Ары қарай тіркелу. Тіркелгеннен кейін бізде осындай басты парақша ашылады. Ашылған кезде создать действие деп басамыз. Бұл платформа орыс тілінде және де басқа да гуманитарлық бағыттағы пәндерге арналған платформа, өте ыңғайлы. Мысалы, мына жерде бізде функциялар көрсетілген. Анаграмма, покрутите колесо. Мына покрутите колесоға балалардың аты жөнін жазып, үй тапсырмасын сұрағанда немесе басқа да тапсырмаларды кезекпен орындауға енгізуге болады. Мысалы, мына жерге балалардың атын жазамыз. Самира, Аделя, Асан. Сделано деп басамыз. Старт. Енді басамыз. Басқан кезде қайсысына тоқтайды, сол оқушы бүгін бізге үй тапсырмасын айтады. Қолдануға болады. Жақсы, бұдан кейін ары қарай басқа функцияларын көру үшін келесіге өтеміз. Мысалы, завершите предложениені алуға болады. Мына жерге жазамыз. Заверши пословицу. Пословицу пишем. Глаза боятся, а руки. Бірінші вариант ол бізде дұрыс варианты. Делают. Одан кейін дұрыс емес вариантты енгіземіз. Старт. Бізде осылай мақалымыз шығып тұрады. Бірінші бетке жазамыз. Глаза боятся, руки делают. Біздің тексеруді басамыз. Дұрыс. Дұрыс жауаптың бар жоғын және де қанша уақытта жасалғанын көрсетеді. Келесі. Контрольный опрос сабақ аяқталғаннан кейін бағалау үшін қолдануға да болады. Антоним. Близко. Далеко. Близко. Рядом. Сделано деп басамыз. Старт. Найдите антоним. Близко, далеко или близко, рядом. Близко, далеко басамыз. Дәл солай дұрыс еместігі және де қанша уақыт кеткендігі көрсетіледі. Бұл платформа бізде ақылы базовый, бізде 12 стандартты шаблон беріледі. 12 стандартты шаблон аяқталғаннан кейін, жаңағы біздің сізге көрсеткен 12 стандартты шаблонды сіз қолдана аласыз. Қалған астындағы платформаларды біз өкінішке орай тек қана платформаға жазылу арқылы ғана қолдана аламыз. $3 бір айға 1000 теңге
бұл жерде бізде тағы да басқа да шаблондар ашылады, және де $4,5 бар, ол бізде про версиясы.